Саламатсыздар ма, балалар? Екінші сынып математика сабағы. Ортақ тақырып қоршаған орта. Сабақтың тақырыбы тиімді есептеу. Сабақтың мақсаты қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін, көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану. Мұғалім көмегімен берілген мәліметтер бойынша есептер құрастыру. Бағалау критерийі: қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін қолдануды біледі. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолданады. Балалар, бүгінгі біздің тиімді есептеу тақырыбында не үйренеміз, не білеміз? Яғни біз жылдам есептеу үшін қосу және көбейтудің қасиеттерін қолдануды үйренеміз. Яғни берілген өрнекті тиімді тәсілмен есептеп шығаруымыз қажет. Бізге берілген 24 қосу 32, қосу 16, қосу 8 өрнегі. Осы өрнектегі өзімізге ыңғайлы кез келген екі қосылғышты қосып, толық ондыққа айналдырып жазуға болады. Мысалы, 24 пен 16-ның қосындысына 32 мен 8-дің қосындысын қосамыз. 24 пен 16-ның қосындысы 40-қа тең. 32 мен 8-дің қосындысы 40-қа тең. Яғни 40 пен 40-ның қосындысы 80-ге тең. Балалар, бұл жерде қосу амалының терімділік қасиетін пайдаландық. Келесі өрнек: 7 санын өзіне 4 рет қосқан. Яғни бұл жерде бір сан өзіне өзі қанша рет қайталанып қосылғанын көбейту амалы арқылы ықшамдап өрнектеуге болады. 7-ні 4 рет қосып жатпай-ақ 7 көбейту 4 деп жазамыз. Мысалы, 7 мен 4-дің көбейтіндісі 28-ге тең. Мінекей балалар, өрнекті тиімді тәсілмен шығару. Есептеу. Жазып болсақ, оқулығымызды ашып, оқулығымыздың 6-шы бетінде бірінші тапсырмаға қараймыз. Бірінші тапсырма: Сырым мен Әлия Қазақстанның көрікті жерлерін аралап қайтты. Есептеуді тиімді тәсілмен орында. Өрнектің мәнін өсу ретімен ата. Сонда балалардың бұл орындарда қандай ретпен болғанын анықтайсың. Мінекей балалар, Сырым мен Әлия бұл орындарда қандай ретпен болғанын анықтау үшін берілген тапсырмаларды тиімді тәсілмен шығаруымыз қажет. Олай болса, балалар, барлығымыз дәптерімізге берілген тапсырмаларды тиімді тәсілмен орындайық. Мінекей, қанекейін тексерейік. Біз берілген тапсырманы тиімді тәсілмен орындап жаздық. Яғни келесі өрнектердің мәнін өсу ретімен атадық. Яғни Сырым мен Әлия қандай ретпен аралағанын енді көруге болады. Іле Алатауы бірінші, екінші Іле өзені, Баянауыл, Алтынемен, Алакөл, Қатонқарағай, Бұқтырма өзені, Бурабай және соңында Көлсай орнына барған екен. Олай болса, біз болгар бұрышын 8-ден 3 жиекке отырғызыппыз. 8-ді 3-ке көбейту дегеніміз 8-ді 3 рет қосу. 8-ге 8 қосқанда 16 екенін білемін. 16-ға 8 қосқанда 24 болады. Бұрыш көшетінің саны 24-ке тең. Дана, көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейтінін де есте сақта. Мысалы, 8-ді 3-ке көбейткенде де, 3-ті 8-ге көбейткенде де 24 болады. Енді балалар, оқулықтағы 3-ші тапсырмаға назар аударайық. 3-ші тапсырма: саябақты көгалдандыру үшін әрқайсысына 9-дан 3 қатар қайын көшеті отырғызылды. Барлығы неше көшет отырғызылды? Әрбір қатарға 9 қайыннан отырғызылса, осындай 3 қатарға қанша көшет отырғызылды деп ойлайсыздар? Қанекей, бұл есепті де біз оңай тәсілмен шешуіміз қажет. Мінекей балалар, мысалы, мен
қысқаша шартын осылай етіп жаздым. Ал шешуі 9-ды өзіне 3 рет қостым. Немесе 3 пен 9-ның көбейтіндісі 27-ге тең деп жаздым. Яғни біз қосу амалын оңай тәсілмен көбейту амалына алмастырдық. Жауабы барлығы 27 көшет. Келесі 4-ші тапсырма. Есептерге өрнектер жаз. Оларды шығар. А. Шағын зауытта 45 килограмм тыңайтқыш 9 қапшыққа салынды. Әр қапшыққа неше килограмм тыңайтқыштан салынды? Бұл жерде балалар барлық тыңайтқыш 45 килограмм екен. Оны теңдей біз 9 қапшыққа салынған. Есеп бізден не сұрайды? Яғни әрбір қапшықта қанша килограмм тыңайтқыш бар екен сұрайды. Оны тау үшін не істейміз? Яғни қысқаша шартын неге осылайша жаздым. Ал шешуі мен жауабын мен сіздерге қалдырдым. Балалар, өзіміз дәптерге шешуі мен жауабын жазып, маған көрсететін боласыздар. Келесі саябақты көгалдандыру үшін әрқайсысында 9-дан 3 қатар қайың және әрқайсысында 8-ден 3 қатар үйеңкі көшеті отырғызылды. Барлығы неше көшет отырғызылды? Бұл жерде де мен қысқаша шартын жазып көрсеттім. Қайың 9-дан 3 қатар, үйеңкі 8-ден 3 қатар. Барлығы белгісіз. Шешуі мен жауабын оқушылар өзіміз шығарамыз. Осы 4-ші тапсырманың Б бөлімі. Сенбілікке 8 ересек адам шықты, ал балалардың саны олардан 3 есе артық. Сенбілікке барлығы неше адам шықты? Қысқаша шартын мен былай етіп жаздым. Ересек адам 8, балалардың саны белгісіз, бірақ ересектерге қарағанда 3 есе артық. Және сенбілікке барлығы қанша адам шықты? Бұл есепте 2 амалмен шығарылады. Сондықтан, балалар, мен бұл есептің де шешуі мен жауабын өздеріңізге қалдырдым. Өздеріңіз дәптерге орындап, маған шешуі мен жауабын көрсететін боласыздар. Келесі оқушылар үйге тапсырма. Үйге тапсырма оқулықтағы соңғы тапсырма номері 5-ші есеп. Баған түрінде есепте. Берілген өрнектерді баған түрінде есептейміз. Назар қойып